Абай облысы Жарма ауданы Үшбиік ауылының Ақтайлақ би атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жолдасбаева Меруерт Төлеуханқызы. 4-ші сынып қазақ тілі. Ортақ тақырып құндылықтар. Сабақтың тақырыбы синтаксис туралы не білемін? Оқушыларымның сөйлем туралы алған білімдерін пысықтау, сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдау, жалпы синтаксис бөлімінде алған білімдерін қорытындылай отырып, құндылықтарды бойларына сіңіру. Сабағымда көңілді күн, 3 қадам, көңілді ұшақтар әдіс тәсілдерін қолдандым. Балалар, бүгінгі сабағымызды көңілді күн ойынымен бастайық. Көңілді күн әдісі арқылы сабағымның көңілді өтуіне және оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолдандым. Балалар, біз және көңілді күн ойынын ойнай отыра топтарға топтасып алдық. Бойында жауапкершілік құндылығы мол балалар жауапкершілік тобына, бойында мейірімділік құндылығы мол балалар мейірімділік тобына, бойында достық құндылығы мол балалар достық тобына топтасып алдық. Балалар, бүгін біз сендерменен құндылықтар бөлімі бойынша бойымыздағы адамның бойындағы түрлі құндылықтар туралы білеміз. Кәне, есімізге түсіріп алайықшы, қандай құндылықтарды білуші едік? Сұлтан айтады. Қамқорлық, отанға деген сүйіспеншілік, ата-анаға деген сүйіспеншілік, әдептілік, достық, қамқорлық, адалдық, мейірімділік. Жақсы. Біздің бойымызда, жалпы адамның бойында түрлі осындай құндылықтар болу керек. Енді бүгін біз сабаққа көркем жазу минутында осы құндылықтарды дәптерімізді ашып, көркем жазу үлгісіменен жазып алайық. Балалар, бағанадан айтып жатқандай, құндылықтар ортақ тақырыбы бойынша синтаксис әлеміне саяхатқа шығамыз бүгін. Яғни, бүгінгі сабағымыздың мақсаты синтаксис әлемі бөлімінде не үйрендік, не білдік, жәнегі адами құндылықтарымызды бойымызға сіңіре отырып, синтаксис әлемінің сырын ашатын боламыз. Ол үшін біз мына 3 қадам әдісі бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Балалар, синтаксис әлемі нені зерттейді? Сөйлемдерді зерттейді. Сөйлемдер жайында не айтуға болады? Сөйлемдер айтылу мақсатына қарай сұраулы, лепті, хабарлы сөйлемдер болып бөлінеді. Жақсы. Жәнегі сөйлемдердің айтылу мақсатына байланысты хабарлы, сұраулы және лепті бөледі екеуміз. Енді балалар, хабарлы сөйлем дегеніміз не? Бір затты хабарлау мақсатына айтылған сөйлемдерді хабарлы сөйлем деп атайды. Хабарлы сөйлем соңына нүкте қойылады. Сұраулы сөйлем дегеніміз не? Толғаны. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылады. Жақсы. Лепті сөйлем дегеніміз не? Адамның көңіл күйін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейді. Лепті сөйлем соңында леп белгісі
белгісі қойылады. Жақсы балалар. Ендеше қазір сендерге тапсырма. Достық тобы хабарлы сөйлем, мейірімділік тобы сұраулы сөйлем, жауапкершілік тобы лепті сөйлемді жазайық, дәптерімізді ашып. Енді әр топтан бір балаға оқытып жіберейікші. Кім оқиды? Інжу оқи ғой. Алақай, бүгін мен сабақта 5 алдым. Жақсы. Қандай сөйлем балалар? Лепті сөйлем. Соңында не қойды? Леп белгісін қойдым. Жақсы. Дұрыс па балалар? Келесі топ. Қазір оқиғыш? Айдос, сен нешінші сыныпта оқисың? Иә. Сұраулы сөйлем. Ең соңында мен сұрақ белгісін қойдым. Дұрыс па балалар? Жақсы. Мақсат Нұрмеден алтын адам көрді. Қандай сөйлем? Сөйлем хабарлы сөйлем. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Балалар, жәнегі бірінші тапсырманы орындай отыра, біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына бір қарап жақындадық, иә балалар? Енді ары қарай сөйлемдер және бүтіндер айтылу мақсатына байланысты бөліну, одан басқа тағы неге байланысты бөлінеді? Құрылымына байланысты бөлінеді. Жақсы. Құрылымына байланысты қалай бөлінеді? Жай сөйлем және құрмалас сөйлем болып бөлінеді екен. Балалар, жай сөйлем қалай бөлінеді? Жалаң және жайына сөйлем деп бөлінеді екен. Жақсы. Енді балалар, жалаң сөйлем дегеніміз не? Кім айтады? Жалаң сөйлем дегеніміз не? Динұр. Бастауыш баяндауыштан тұратын сөйлем. Жақсы. Жайма сөйлем дегеніміз не? Толғанай айтады. Жайма сөйлем дегеніміз тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерден құралған сөйлем. Жақсы. Енді балалар, құрмалас сөйлем дегеніміз не? Інжу айтады. Екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралған сөйлемді құрмалас сөйлем дейміз. Енді балалар, қазір сендерге берілетін тапсырма. Алдарындағы ламинатталған тақтаменен маркер арқылы бірінші топ, жауапкершілік тобы жалаң сөйлем, мейірімділік тобы жайына сөйлем және достық тобы құрмалас сөйлем құраңдар. Бұл сендерге топқа берілген топтық тапсырма, топтасып құрап алыңдар. Енді балалар, топтық тапсырманы орындап болдық қойдым, я? Жауапкершілік тобына бір бала шыға қойшы. Біздің топ арман жүгіндер деген жалаң сөйлем тұрады. Ол бастауыш пен баяндауыштан тұрады. Жақсы. Келесі топтан бір бала шыға қойсын. Алыр отыра ғой. Келесі топтан бір бала шыға қойсын. Біздің топ балалар мына келді деген жайма сөйлем құрды. Жайма сөйлем бастауыш, баяндауыш және тұрлаусыз мүшелерден құралады. Жақсы. Келесі топтан бір бала шыға қойсын. Біздің топ құрмалас сөйлем құрады. Қайрат мектепке келіп есеп шығарды. Біздің сөйлем екі сөйлемнен құралған. Бір сөйлемнен кейін айтып қойылды. Жақсы, балалар. Отыра ғой. Балалар, екінші тапсырманы орындап біз балалар синтаксис жайлы білетінімізді келесі қадамында жасап, бір қадам жақындадық, иә, бүгінгі сабақ мақсатымызға. Енді балалар, синтаксис әлемімізді ары қарай зерттейміз, иә, ары қарай саяхатымызды жалғастырамыз. Енді сөйлем айтылу мақсатына қарай құрылымына байланысты талдадық, иә. Енді тағы несіне байланысты қарастыру үшін? Диана? Құрамына байланысты талдаймыз, иә. Құрамына байланысты қалай бөлінеді? Сөйлем мүшелеріне оқшау сөздерге. Иә, сөйлем мүшелеріне және оқшау сөздерге бөлінетін. Жақсы. Отыра ғой. Сөйлем мүшелері қалай бөлінеді балалар? Толғанай? Тұрлаулы және тұрлаусыз
келді. Жақсы балалар, біз бұны да жақсы біледі екенбіз. Енді сендерге қазір мынандай жұптық тапсырма. Ол үшін сендер жұптасып, берілген суреттер мен сөздерден сөйлем құрайсыңдар. Құраған сөйлемдеріңді сөйлем мүшесіне талдайтын боласыңдар. Болдық қойдым, тапсырманы. Енді тапсырмаңызды оқайықшы кәне. Айдос атқа мінді. Не істеді? Мінді. Баяндауыш. Мінді кім? Айдос. Бастауыш. Мінді неге? Атқа. Тұрлаусыз мүше. Жақсы. Енді оқи қойшы. Аян Астанаға ұшақпен ұшып барды. Не істеді? Ұшып барды. Бұл баяндауыш. Ұшып барды кім? Аян. Бұл бастауыш. Кім ұшып? Қайда ұшып барды? Астанаға. Тұрлаусыз мүше. Немен ұшып барды? Ұшақпен. Тұрлаусыз мүше. Жақсы. Тоғжан, оқи қойшы. Әжем маған ертегі айтып берді. Не істеді? Айтып берді. Баяндауыш. Кім? Әжем. Бастауыш. Әжем кімге? Маған. Тұрлаусыз мүше. Нені? Ертегіні. Тұрлаусыз мүше. Жақсы балалар. Біз бұл тапсырманы орындай отыра синтаксис жайында, синтаксис әлемі жайында білетін келесі қадамымызды да жасадық, Сендер синтаксис әлемінің барлық бөліктеріне саяхат жасай отырып, оған тапсырмаларды орындап өттіңдер. Синтаксис әлеміне саяхатқа 3 қадам әдісі арқылы шықтық. Бұл әдіс арқылы оқушылар қадамдарын нық басып, әр қадамдарында түрлі тапсырмалар орындалды. Тапсырмалар өзіндік, топтық және жұптық тапсырмалар болды. Оқушылар синтаксис әлемінде алған білімдерін ортаға салды. Сабағымызды көңілді әуенмен бастап едік. Енді сабағымызды көңілді ұшақпенен аяқтайық. Қазір көңілді ұшақ ойынын ойнаймыз. Ол үшін алдарындағы ұшақтарды бір-бірден таратып алыңдар. Енді балалар қазір алған ұшақтарының қанатына бүгінгі сабақтан алған әсерлерін жайында жалпы бүгінгі сабаққа байланысты қорытынды жасап, бір-бір сұрақ жазыңдаршы. Балалар сұрақтарды жазып болған сияқтысыңдар, енді қолымыздағы көңілді ұшақтарды жауапкершілік тобы мейірімділік тобына, мейірімділік тобы достық тобына, достық тобы жауапкершілік тобына ұшырайық. Баяндауышқа қандай сұрақ қойылады? Баяндауышқа не істеді, не болды, қайтты деген сұрақ қойылады. Жақсы болды. Хабарлы сөйлем деген не? Бір затты хабарлау мақсатында айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейміз. Синтаксис әлемі нені зерттейді? Синтаксис әлемі сөйлемдерді зерттейді. Жақсы, отыр. Сабағымды қорытындылау мақсатында көңілді ұшақтар ойынын ойнаттым. Оқушылар бұл ойынға қызығушылықпен қатысып, түрлі сұрақтар ойлап тапты. Және ұшақтарын ұшыру әдісі арқылы ол сұрақтарға жауап беруде белсенділік танытты. Осылай саяхатымыздың соңына да жеттік. Енді балалар, досымызды бағалау әдісі бойынша бір-бірімізді бағалайықшы. Дину, кімді бағалайсың? Мен Айшатанды бағалаймын. Өйткені ол осы синтаксис әлемінде болған сұрақтарға дұрыс жауап берді, белсене қатысты. Мен Толғанайға жақсы деген баға қоямын. Өйткені ол әрбір сұрақтарға жақсы жауап берді. Мен де Бәлетке жақсы деген баға қоямын. Өйткені ол сұрақтарға жауапты жақсы айтты, сабаққа белсенділігі бар. Досыңды бағала тәсілі бойынша оқушылар өз достарын бағалап өтті. Мен де сендердің бағаларыңмен келісемін. Бүгінгі сабақта өздеріңнің синтаксис әлемінде алған білімдеріңді жақсы көрсете білдіңдер. Мен де сендерге жақсы, өте
өте жақсы деген бағаларменен бағалайтын боламын. Енді үйге тапсырма ретінде синтаксис әлемінде танысқан барлық тақырыптар бойынша ережелерін қайталап жаттап келеміз балалар. Рахмет, сау болыңдар. Бүгінгі сабақта тиімді әдіс тәсілдерді қолдана отырып, сабақ мақсатына жеттім.